Елде жыл сайын мұрагерлікке қатысты 7 мыңға жуық азаматтық іс сотта қаралады. Олардың басым бөлігі мұраны қабылдау мерзімін қалпына келтіруге байланысты даулар. Қолданыстағы заңға сәйкес азаматтар мұра ашылған күннен бастап 6 ай ішінде нотариусқа өтініш жазу тиіс. Алайда көптеген адамдар басқа елді мекенде тұратындықтан денсаулығына немесе қаражатының жоқтығына байланысты заңды уақытын өткізіп алады дейді мамандар. Осы олқылықты жойып азаматтардың құқығын қорғау үшін жоғары сот арнайы нормативтік қаулы жобасын қабылдады. Енді мұрагерге басқа қалаға немесе ауылға сабылудың қажеті жоқ. Кез келген нотариусқа барып өтінішін растап, құжатты пошта арқылы жібере алады. Мұраны қабылдау мерзімі ол заңда белгіленген, 6 айды құрайды. Осыны азаматтар білуге тиіс. Егер бұл мерзім дәлелсіз себептермен өткізілсе, онда мұрагер өзінің мұрагерлік құқынан айырылуы мүмкін. Мұрагер басқа жерде тұрған жағдайда оның мұра қабылдау тәртібін түсіндірдік. Мұрагерліктен шыққан мұрагерге де түсініктеме бердік. С вопросом наследования рано или поздно каждый сталкивается. Халық ең алдымен сотқа емес нотариусқа келеді. Өкінішісі азаматтар 6 ай ішінде келу керек екенін білмейді. Құжаттары да толық болмайды. Ал біз нақты фактімен жұмыс істейміз. Сондықтан куәлік беруден бас тартуға мәжбүрміз. Жоғарғы сот бұл мәселені 2 жыл зерттеп жаңа қаулы ұсынып отыр. Енді заңды білмедім деген сөз. Уақытты ұзартуға дәлелді себеп бола алмайтыны нақты айтылды.